Бөрібайдың тымағын ит алып қашқан қыз. Бұл жұрт бастары қосылған жерде қарап отырған ба сірә. Бірінің бірі ел жерін сұрайды. Ақысы қалғандай сұғынып отырып жасын сұрайды. Бәрі де дұрыс-ау, бірақ Әлмәмбетке осы жұрттың жас сұрағаны ақ батты. Соншалық қысылатындай өзінде, болмаса ата тегінде шикілікте жоқ. Бар болғаны туған жылын анық білмейді. Паспортты да беріректе алған. Паспорт жазатын әйел қай жылғы туып едіңіз деп сұрағанда, Әлмәмбет асып-сасып отырып, сонымен бірге өсіп едім ғой деп Ережеп деген досының туған жылын жаздыра салған. Сонымен паспорт бойынша 1931 жылғы. Осылай жүре беруіне де әбден болар еді. Біреу қай жылғысың деп сұраса болды, Әлмәмбет әлденеден қысылғандай қызарақтайды да қалады. 31 жылғымын деп батыл айтпай күмілжіп, документтегі жасым осылай еді, дейді. Онысына жұрт қоя салған ба? Жеті атасының құны қалғандай тергеп алып жөнеледі. Жасын сұрағанына қысылып қалар деп қайғаза ойлаған. Жуырда ұзатылған жиен қарындасына бас құда болып ерік барып отыр еді. Әлмәмбеттің қатты ұялмасы бар ма? Бас құданы қаумалай қоршап әңгімені әрден берден араластыра шертіп отырғанда, мұрты едірейген жуан қара, құда, өзіңіз қай жылғысыз деп қалғаны, көңілі белгілі құрдас болып шығарма екенбіз деген дәмесі болу керек. Кәдуілгі әдетімен Әлмәмбет қызарақтады да қалды. Енді документтегі жасымыз бойынша 50-ге аяқ салдық қой. Документтегі жаста кісіге жас бола ма екен? Сапырылысқан кездерде кімнің жасы не болып кетпеді? Біздің ауылда документ бойынша әкесімен құрдас болып кеткендер де бар. Қағаздағы жазуға не дауа? Құда, өз жасыңызды айтыңыз. Сол әке-шешеден ертерек қалып, жұрттың бәрінің әке-шешелері жандарында жүр дейсіз бе? Әке-шешеңізден ертерек қалсаңыз, ауылыңызда туған туысқандарыңыз сіздің қай жылыңызды туғаныңызды білетіндер бар шығар? Кемпір шалдар дегендей. Барына бар ғой. Бар болса солардан сұрап алуға қолыңыз тимей жүрме. Мұрты едірейген жуан қара мұның соңына түсіп берді дейсің. Қысылғанынан Әлмәмбеттің маңдайынан шып-шып тер шықты. Құдалықтан келісімен ақ осылай да осылай деп болған жайды Ережеп досына айтып еді. Жасыңды білгің ақ келсе, оның не қиындығы бар, деді мәселені оп-оңай шешіп тастайтындай. Бір қойыңды сойып, анау Алданбек пен Нұрғабылды шақырасың. Туған жылыңды, айыңды сағат минутымен қоса айтып береді. Солар біле қояр ма екен? Олар білмегенде кім біледі? Екеуі де әкеңмен бірге өскен. Жиын тойларда бірге болған Алданбек шал әкеңмен талай рет күреске түскен. Баяғыда Бөрібаймен күресемін деп жамбасымды мертіктіріп, бір ай төсек тартып жатқанмын дегенін талай естігенмін. Әлмәмбет Ережептің дегеніне көнді. Кімге сойылмай жатқан мал бір қойды сойды да Алданбек пен Нұрғабылды үйіне шақырды. Олар да бәлдене қойған жоқ. Күн ұясына бата бере кемпірі мен Алданбек оларға іле-шала Нұрғабыл мен Ережепте келді. Ауыл үйлің қонағы айында жылында дегендей, біраздан бері көріспеген кемпір шалдар орындарына отырар-отырмастан ақ жөн сұрасып, қауқылдасып жатты. Отбасының амандығын, шаруа жайы дегендей бір сыпыра әңгіме ғой. Оған соңғы кездері өлген жіткенмен болып өткен той-томалақтардың жай-жапсары қосылғанда шақырған кісілер Әлмәмбеттің отының басында әңгімені әкеп қаптап, қанарлап төге салғандай болды. Шай үстінде әңгіме тіпті жанданып кетті. Ойда жоқта Әлмәмбеттің шалдарды шақыру себебін аңғартып қояйын дегендей Ережеп сөз арасында, мына Әлмәмбеттің дәл жасы белгісіз болып жүр дей беріп еді. Әңгімеге әбден беріліп алған Нұрғабыл, ой қоя тұршы сенде, шеше алмай жатқаның Әлмәмбеттің жасы болса, оны маған жібер, деп қолын Ережепке бір-ақ сілтеді. Маңдайының жылт еткен терлерін сүртпестен кеседегі шайын асығыс ұрттап қайтадан Алданбекке қарай бұрылды. Ережеп қайтып үндеген жоқ. Шалдардың әңгімесін үнсіз тыңдап, әрлі-берлі кеселерін қатынатып қана отырды. Шалдар шай жинала берген кезде барып, әңгімелерін шаймен бірге сарыққандай бастарын көтерісті. Нұрғабыл осы кезде ғана қалтасынан орамалын шығарып, маңдайының жылтылдаған терін сүртіп Ережепке бұрылды.
Әй, осы сенің әлгінде Әлмәмбеттің туған жылы белгісіз болып жүр дегенің не сөз? Солай болып тұр, Нұрек-ау. Документтегі жас кісіге жас бола ма? Оның үстінде жуырда ұзатылған жиен қарындасына басқұда болып барып, отырған жерінде туған жылын білмегендігі үшін қатты ұялып қалыпты. Әке шешеден ерте қалсаңыз, ауылыңызда туған туыстарыңыз, туғаныңызды білетін кемпір шал жоқ па? Деп салыпты. Ау, неге жоқ болсын? Мына біз отырған жоқпыз ба? Деді Алданбек ыңырсып қана. Бәсе деймін-ау, деді Нұрғабыл шап етіп. Сонда қалай дегені? Шешесі Әлмәмбетті босанарда үйді аралап жүріп бақан іздеген мына Алданбек отыр. Оның жанында Әлмәмбеттің шешесі босанарда белін ұстаған мына Қазыгүл деген кемпір отыр. Байғұстың толғағы қатты болып зыр жүгіріп жанында жүрдік қой, деді Алданбектің кемпірі жаулығын түзей отырып. Нұрғабыл бажырайып Әлмәмбетпен Ережепке қарады. Міне, ал енді мұны аз десеңдер, Бөрібай Өрсұлуды аларда күйеу жолдас болып барған мына мен бармын. Сонда бұл Әлмәмбеттің туған жылы қалайша белгісіз болады? Әлмәмбетте үн жоқ. Бар болғаны осы шаруаны өзің ыңғайлайшы, дегендей Ережепке қарай береді. Нұрек-ау, дұрыс қой енді. Сонда Әлмәмбет туған жылының қай жыл екенін? Әй, сенің Әлмәмбетіңді былай қойып, мен әуелі Бөрібайдың Өрсұлуды қалай алып келгенін айтып берейін. Туған жылы дейсің? Бөрібай Өрсұлуды алып келгенде нағыз қақаған қыс ақпанның ортасы болатын. Әлгі Бөрібайдың тымағын ит алып қашатын қыс сол емес пе? Деді Алданбек те Нұрғабылды қостай түсіп. Сол, соны бастап келе жатқан жоқпын ба? Қызық, ол кезде тәуір киім дегеннің ілуде біреуде ғана болады. Бөрібайдың басына Тауасардың түлкі тымағын кигізгенбіз. Алдеке, өзіңіз білесіз ғой, кәдімгі Тауасардың 6 қатын алатын атақты тымағы ше? Білмегенде ше, шіркін өзі де тымақтың тымағы еді ғой. Қып-қызыл боп жылтылдап, киген адамның реңін ашып тұрушы еді. Тәуір болғандығы ғой, сол тымақпен ауылда 6 жігіт келіншек түсірген еді. Бөрібай 7-шісі. Осы кезде Әлмәмбеттің кіші баласы келіп отырғандардың қолына су құйды. Дастархан жайылып ас келді. Бір кезде Нұрғабыл Ережепке шақ-шия қарап, ау, сенің осы Әлмәмбеттің туған жылы белгісіз болып жүр дегенің не әңгіме? Деді тағы да. Енді осыған оралыңыздаршы, дегендей Ережеп қозғалақтап қойды. Бөрібайдың тымағын ит алып қашатын қыстан кейін тұп-тура 1 жыл өткенде Әлмәмбет туған. Ал енді арғы жағы айдан анық емес пе? Ережеп Нұрғабылды ренжітіп аламын ба деген сыпайы тілмен үн қатты. Нұреке, дұрыс қой енді. Бірақ Әлмәмбет туған жылдың қай жыл екендігі? Әй, мынау ноқай екен ғой өзі, деді Нұрғабыл шарт ете қалып. Мен саған көзіңе шұқығандай етіп айтып отырған жоқпын ба? Нұрғабыл енді сұқ саусағымен дастарханның жиегінде сызғылады. Отырып ұғындырмақ болды. Бөрібайдың тымағын ит алып қашатын қыс бар ма? Ал болса соған 1 жыл қосшы. Қостым. Қоссаң сол жылы Әлмәмбет туылды. Сонда? Немене сонда? Тағы да ұқпадың ба? Нұрғабыл тағы да есіне бірдеңе түскендей Алданбекке бұрылды. Ойбай-ау, Алдеке, сіздің әлгі асықтан ұтылып келіп, мына Қазыгүлді сабайтының келер қысы емес пе еді? Деп қалды бас мүжіп отырған Алданбектің аузы босамай. Әрі сол ісіне енді қысылып деп бірден мойындай қоюдан қашқақтағандай. Ал енді не дейсіңдер? Бәрі де белгілі болған жоқ па? Дегендей Нұрғабыл Ережепке қарап алақанын жайды. Ережеп аң-таң болып үнсіз қалды. Бір ауық ет желінді. Ет желініп жатқан кезде ешқайсысының да әңгімеге құлқы бола қойған жоқ. Жұрт сорпаға қол соза бергенде Нұрғабыл тағы да Ережепке бұрылды. Есіттің ғой, деді. Есіттім. Қайтып шатаспайтындай болдың ғой. Ережеп әңгіменің Әлмәмбеттің туған жылы туралы екенін енді сезіп, шатаспағанда Нұрек-ау, сонда Әлмәмбеттің туған жылы? Мынау өзі таза кешші екен ғой, деді Нұрғабыл Ережептен бір жола күдер үзгендей, әрі сөзін өзгелерге мақұлдатқысы келгендей жағалай қарап. Ережеп те енді тартынған жоқ. Нұрек-ау, бәленші жыл туған дейтін әркімнің туған жылы болады. Мәселен 20-шы жыл,
әлде 30-шы жылы ма? Оныңды да білеміз. Сен 20-шыңды қоя тұр. Нұрғабыл енді Алданбекке бұрылды. Алдеке, сол Бөрібайдың тымағын ит алып қашатын қыз жылан ба еді, әлде жылқы ма еді? Сонысын білмедім. Әйтеуір қатты қыс еді ғой. Сол екеуінің бірі болар. Ойпырмай, жылан ба екен, әлде жылқы ма екен? Әттең Таукеннің болмағанына я, деп баяғыда сүйегі қурап қалған Тауасарды іздеп, осындайда ол кісі есеп шотқа салғандай етіп, бәрін сартылдатып айтып беруші еді деді. Таукен болғанда өйстіп отырар ма едік? Алданбек те оның Тауасар жөніндегі пікірін бас шұлғып отырып қостады. Ережеп енді өңмеңдеп қояр емес. Нұреке, Октябрь революциясының қай жағы? Ой, Октябрьдің төңкеріс қой. Төңкерістен бері. Төңкерісің қайда? Төңкерістің кезінде біздің өзіміз баламыз. Ұлы Отан соғысының ше? Ережеп бұл сұрақты қызулықпен сұрап қалды. Болмаса соғыс кезінде Әлмәмбетпен екеуі шанамен әбден өзен бойынан талай рет тасыған. Бұл тұста Әлмәмбет мырс етіп күліп жіберді. Әлмәмбеттің күлгеніне Нұрғабыл шамданайын деді. Соғысың не тағы? Соғыс кезінде сендер соқталдай жігіт емессіңдер ме түге? Кімді мазақ етесіңдер? Соғыстың қашан болғанын білмей бізді алжыды дейсіңдер ме? Ережеп пен Әлмәмбет кінәлі адамдардай бір ауық үнсіз отырысты. Сонан соң Ережеп тағы да арсыздыққа салып, Нұреке, Кәмпескенің қай жағы? Деді. Әй, Кәмпескен жобаға соғады. Нұрғабыл әз-кем ойланып қалды. Бөрібайдың тымағын ит алып қашатын қыз Кәмпескеден ары ма еді, әлде бері ме еді? Алдеке, сіздің есіңізде жоқ па? Кім білсін, сол маңай сияқты еді ғой. Ойпырмай, еске түспей тұрғанын қараш. Бөрібайдың тымағын ит алып қашатын қыз Құдай біледі, Кәмпескеден сәл әрі, яки сәл бері. Нұрғабылдың алға созған екі алақаны қол таразының екі басындай әрлі-берлі біраз шайқалды. Ережеп шыдай алмай, Нұреке, төңкерісте емес, Кәмпеске де емес, бізге керегі Әлмәмбеттің туған жылы ғой, деп қалды. Ау, Бөрібайдың тымағын ит алып қашатын қысты біліп алсақ, Әлмәмбеттің туған жылы өзінен өзі шыға келейін деп тұрған жоқ па? Содан бір уақытта Алданбектің кемпірі шалау құптан өтіп барады дегені намазды айтқан соң. Алданбек те бір жағынан тымағын, екінші жағынан белбеуін алып жинала бастады. Әншейінде болса Нұрғабыл, ал мұнда біз әңгіме айтып отырған жоқпыз ба, деп шарт ете қалар еді. Құптанның хабары жеткен соң, ол да асып-сасып әңгімесінің берекесі қаша бастады. Дүниедегі бір қиын нәрсе әңгіменің түйінделмей қалғандығы ғой. Нұрғабыл киініп жатып, Ережеп пен Әлмәмбетке жалтақтап қарай берді. Бір түнгі намаз қаза болар азар болса, Нұреке, әңгімені аяқтап қайтайықшы, десе, Нұрғабыл бәлкім шапанын қайта шешер ме еді. Бірақ Ережеп пен Әлмәмбет оны айтпады. Айтпайын да деген жоқ-ау, шалдардан намазды қаза қылуға да бір жұмсақ иін аңдай алмай қалды. Содан Нұрғабыл босағада галошын тепкілеп киіп жатып, қонақ рәсімін жасап, ал Әлмәмбет қарағым, өркенің өссін біраз әңгімелесіп айызымыз қанды дей берген. Әлмәмбет те қайыр қош айтысқан ыңғаймен басын қайта-қайта изеп тұр еді, сөзге Ережеп араласып, Нұрекау, бәрі де дұрыс қой, тек мына Әлмәмбеттің жасы, деді. Онсыз да әңгімесін аяқтай алмай қамау тері болып тұрған Нұрғабыл Ережеп пен Әлмәмбетке кезек-кезек қарап тұрып, әй, ертең біздің үйге келіңдерші, деді қызулана түсіп. Бөрекеңнің әруағына мен де бір қойымды бағыштайын. Алдеке, естіп тұрсыз ба? Деп сосын бір галошын тауып, екіншісін таппай босаға жақта түртінектеп жүрген Алданбекке бұрылған. Ертең кешке біздің үйде болайық, деп тұрмын. Бөрекеңнің әруағына бір қойды бағыштап, ертең сойылатын бір қойдан гөрі әзер табылған сыңар галошіне ықыласы көбірек алып тұрған Алданбек қуанышты үнмен, мақұл ғой, дей салды. Шалдар топырласып сыртқа шықты.